Теміртау қалалық білім басқармасы оқу жылының қыс мезгілінде оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтау мақсатында және қыс кезіндегі ауа райының қолайсыз жағдайына байланысты қала бойынша жалпы білім беретін мектептердегі сабақты тоқтату параметрлерін ұсынды. Жыл сайын қыс мезгілі жақындаған кезде білім беру бөлімі министрліктің бұйрығының негізінде әдістемелік нұсқама жасайды. Аязды күндерде балалардың сабаққа келу келмеу туралы. Аязды күндерде минус 25, минус 27, минус 30 градус болғанда желдің күшеуі 2-ден 5 метр секундына болған кезде 0 мен мектеп алды айлықтығымен 4-ші сыныпта минус 25-те, минус 27-те мектеп алды айлықтығы сыныптарымен 9-ші сыныпта, минус 30 болған кезде мектеп алды аяқтауымен 11-ші сыныпта оқушыларына мектепке келмеуіне болады. Бұл жағдайда әр ата-ана өзі шешеді. Баласын жібереді ме мектепке, жібермейді ме? Білім басқармасының хабарлауынша балалардың қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтау мақсатында білім мекемелерінде сабақты тоқтаудың параметрлері 0 және 4-ші сыныптарда ауа температурасы минус 25 градус және одан төмен болғанда, атмосфералық ауаның температурасы желдің жылдамдығына сәйкес. 0 және 9 сыныптарда ауаның температурасы минус 27 градус және одан төмен. 1 және 11-ші сыныптар үшін ауаның температурасы минус 30 градус және одан төмен болғанда. Айта кету керек, егер желдің күші 15-20 метр секунд болғанда ауа температурасы күшейеді. Бізге хабар жеткеннен кейін Инстаграм, Телеграм және сайтта хабарламаны беріп отырамыз. Және де осы қараша айынан бастап бірыңғай диспетчерлік пункті жасалынды. Теміртау қаласының білім беру бөлімінде кешкі 18:30-дан 19:30-ға дейін және таңғы 7:30-дан 8:30-ға дейін мектептерде температуралық режим тәртіпті қабылдаймыз. Қай жерде жылы, қай жерде қандай мәселе болып жатыр, суық па, жылу жақсы жетілмей жатыр ма деген секілді барлық жағдайды бізде диспетчер болады, сол қадағалап отырады. Диспетчер өз тарапынан бүкіл мәліметті Теміртау қаласының акиматына және білім басқармасына Қарағанды облысы бойынша өз тарапынан хабарлап отырады. Ауа райының суықтығына байланысты мектеп жасындағы балаңызды мектепке жіберу жайлы сұрақтарыңыз болса, мектептегі кезекшінің телефонына, сынып жетекшісіне немесе мектеп әкімшілігіне хабарласуға болады. Ата-аналарды мұқият болуға шақырамыз. Сабақты тоқтату туралы ақпарат жоғарыда көрсетілген уақытта ғана беріледі. Қыс мезгілінде ауа райының суықтығын ескеріп, балаңызға жылы киіну, ақпаратты уақытылы тыңдауын қатаң тапсыруыңызды сұраймыз.